Жақында менің оқырманымнан осындай комментарий келген екен, яғни бір айға банктен отсрочка алуға бола ма дейді. Жоқ, әрине болмайды, өйткені бір ай бойы банк сізді күтіп отыра алмайды. Ол айына вознаграждение, сондай-ақ күніне пеня жүргізу керек. Былайша айтқанда. Сондықтан да кейбір банктерде өміріңізде бір келеңсіз жағдайлар орын алған жағдайда, ол жерде де 1045 документ өткізіледі. Сол документтерді өткізіп барып банкке арыз жазғаннан кейін банк сізге каникул беруі мүмкін. Каникул дегеніміз 3 айға немесе 6 айға беріледі. Ол жерде белгілі бір аз ғана сумма төлетеді. Ол сумма былайша айтқанда банкке сіздің төлеп жатқан пеняңыз. Вознаграждение және основной долг ол тоқтамайды. 6 айдан кейін, 3 айдан кейін ол сумманы сізден былайша айтқанда еселеп бәрібір шығарып алады. Сондықтан да естеріңізден шығармаңыздар, пеня банкте тек 90 күн ғана өседі. Ары қарай ол өмір бақи өсіп кете бермейді. 90 күннен кейін бүкіл қарыз суммаңыз тоқтап қалады. Кез келген қарыз сумма бізде основной долг, вознаграждение және де пенядан тұрады.